Достар, келесі кезекте саффаны шығарып алдық. Сосын мынау нені жаңа неміздің гранатымыздың құйын, яғни шаң тозаңнан қорғайтын несін қабатын саламыз. Бірақ менің жағдайымда көнесін қалдырам деп шештім. Яғни көнесі бұрынғысы кесілмеген, жыртылмаған, ешқандай несі жоқ. Бірақ гелевий қазіргісі комплектідегі қаптамадағы ол қатты резеңке. Мен сол көнесін қалдырам деп шештім. Ол ішін тазалап аламыз, жақсылап. Бәрін сүртіп, бұрынғы шұрыштардың барлығын ешқандай қалдырмай барынша тазалаймыз. Міне алдарыңызда жаңа гранаты, сол гранатаға келесі кезек тазалап болған болсақ, ішіне шырусын саламыз. Қалған шырусты жақсылап гранатының ішіне салып болған болсақ, қалған шырусты жаңа пыльниктің ішіне, шаңнан, балшықтан қорғайтын резеңкенің ішіне саламыз. Және ұмытпайтын бір нәрсе, гранатының ар жағындағы өзінің шайбысы болады, темір шайбы болады және пластмассы накладкасы болады. Соларды саламыз да балғамен бір-екі рет ұрып жіберіп, орнына түсіреміз. Келесі кезекте, егер немізді салып болсақ, гранатымызды салып болсақ, жаңағы пыльниктің несін кигізіп, және хамудын қысып тұратын темірін салып бекітеміз. Мінекей, жаңа гранатымызды орнына салып болды. Сыртқы гранатымызды наружный гранат деп жатады, осыны орнына салып болды. Және осы жан-жағының барлығын жақсылап тазалап, енді кері процеспен істеміз, жинаймыз.